Hello peoples, how is it going? Сәлеметсіздер ме оқушылар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз 3-ші сынып People's Book кітабындағы 121-ші беттегі чекпоинт тапсырмаларын бірге орындайтын боламыз. Бірінші exercise number 1, бірінші жаттығу, look, read and the number. Қара, оқы және нөмерін қой. Бірінші мысалға назар аударайық. Нөлде she's flying a kite деп тұр. Яғни ол қыз баланы айтып тұр, батпырауық ұшырып жүр деген. Ол бізде A суретінде көрсетілген. Келесі бірінші she's tidying her room. Ол, яғни қыз балаға айтып тұр, she деп бөлмесін, яғни тазалап жүр. Ол бізде F суретінде тұр. Келесі екінші he's watching TV. Ол ер балаға айтып тұр, теледидар қарап жатыр. Ол бізде D суретінде тұр. Келесі үшінші she's picking flowers. Ол гүл теріп жүр. Ол бізде C суретінде көрсетілген. Келесі төртінші he's eating an ice cream. Ол балмұздақ жеп тұр деген. Ол бізде E суретінде тұр. Соңғы бесінші he's fishing. Ол балық аулап жүр, яғни балық аулап жатыр. B суретінде тұр. Келесі exercise number 2, екінші жаттығу, answer the questions. Сұрақтарға жауап бер. Бірінші сұрақ, what do you like doing in your free time? Сен бос уақытында не нәрсе жасағанды ұнатасың дейді. Бос уақытында, яғни немен шұғылданғанды ұнатасыздар. Мысалға, мен батпырауық ұшырғанды ұнатамын деп жазатын болсақ, I like flying a kite in my free time. Немесе кітап оқығанды ұнатамын дейтін болсақ, I like reading a book in my free time деп жазсаңыздар болады. Немесе I like playing a football in my free time. Яғни футбол ойнағанды ұнатамын. Дәл осылай өздеріңіз бос уақыттарыңызда не нәрсемен айналысқанды ұнатасыздар, соған осы сұраққа жауап бересіздер осылай. Мен сіздерге осы үш мысалды көрсетіп кеттім, сіздер біреуін жазсаңыздар ғана болады. Келесі екінші сұрақ, where did you go last Saturday? Өткен сенбі күні сен қайда бардың деп сұрап тұр. Мысалы, мен өткен аптада зообаққа бардым дейтін болсақ, I went to the zoo last Saturday деп жазсақ болады. Немесе оның zoo деген орнына, яғни зоопарктың орнына өздеріңіз қай жерде бардыңыздар, соны жазсаңыздар болады. Келесі үшінші сұрақ, what's your favorite season? Сенің сүйікті жыл мезгілің қандай? My favorite season is summer. Мысалға, менің сүйікті жыл мезгілім жаз. Өздеріңіз көктем ба, қыс па, оны өздеріңіз жазасыздар. Менікі мысалға жаз болғандықтан summer деп жаздым, жаз мезгілі болғандықтан. Келесі fourth, төртінші сөйлем, what is there in your neighborhood? Сіздің ауданыңызда не нәрселер бар деп сұрап тұр, не бар деп тұр. Мысалға, парк бар деп жазсаңыздар болады. Мысалы, тағы да почта және де аурухана бар болса, соларды жазсаңыздар болады. Енді былай жауап бересіздер. There are park, post office and hospital in our neighborhood. Келесі бесінші, what's your favorite number? Сенің сүйікті нөмерің. My favorite number is, мысалы, 5. Менің сүйікті нөмерім 5 деген секілді. Келесі exercise number 3, look, read and write one word answers. Қара, оқы және бір сөзбен жауап бер деген. Яғни жауабын жаз деген. Бірінші мысалға, where are the children деп тұр, яғни балалар қайда деп тұр. At the park. Мына суретке қарап жауап береміз бір сөзбен. Бірінші сөйлемді қарайық. Бірінші сұрақ, what's the weather like? Ауа райы қандай? Hot and sunny деп жазсаңыздар болады, яғни күн шығып тұр. Күнді ауа райы, яғни күн шығып тұрған ауа райы sunny. Келесі екінші, what's the boy doing? Бала не істеп жатыр? Суретте тұрған ер бала, яғни ол велосипед айдап келе жатыр. Оны біз былай жазамыз. Riding a bike. Яғни riding сөз жазылған, айдау, ол не айдап келе жатыр? Яғни велосипед, bike. Жай ғана бір сөзбен жауап береміз. Үшінші, what's the girl doing? Қыз не істеп жатыр? Қыз не істеп жүр екен оқушылар? Ол жерде flying a kite, яғни батпырауық ұшырып жүр. Төртінші, what's mom doing? Анасы не істеп жатыр дейді. Анасы ол
Анасы ұйықтап жатыр, оны біз былай жазамыз. She's sleeping, яғни ұйықтап жатыр. Sleeping, ұйықтау. Бесінші, what's the dog doing? Ит не істеп жүр? Яғни ит не істеп жатыр? Ол жүгіріп жүр. Dog is running деп жазамыз. Осымен оқушылар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сіздерге барлығы түсінікті болды деп ойлаймын. Лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Каналыма тіркеліп кетіңіздер. Келесі сабақта кездескенше. See you next lesson. Goodbye, students.